Қараша айының қоңыр кеші болатын. Ауыл сыртындағы ескі бейітті тұмшалаған қараңғылық қоюланып, түн тыныштығы қорқынышты етіп сезілді. Ауылда үлкендер баяғыдан ақ ол бейіттің киелі екенін айтып, кешкісін ол жаққа бармауды ескертіп отыратын. Бірақ Айдос достарымен бәстесіп, түн ортасында бейіттің қақ ортасына барып қайтатынын айтып мақтанды. Сендер қорқақсыңдар, мен барып келемін, деді ол күліп. Достары оны тоқтата алмады. Түн ортасында Айдос қолына фонар ұстап бейітке қарай бет алды. Жел баяу ғана соғып тұрды, бірақ ол әрбір сыбдырды естіген сайын артына қарайлай берді. Бейітке жетіп қоршаудың ішіне кіргенде, айналада мүлгіген тыныштық орнады. Аяқ астындағы жапырақтардың сықырлағаны ғана естіліп тұр. Ол еркінсіп, «Міне, көрдіңдер ме, бұл жерде ештеңе жоқ», деп өзіне өзі күбірледі. Кенет құлағына әлдебір баяу күбірлеген дауыс естілді. Айдос бір орнында қатып қалды. Дауыстың қайдан шыққанын анықтай алмады. «Кет! Бұл жерден кет!» деді сол дауыс. Айдос қорыққаннан шегіншектеп артындағы бейіт тастарға сүрініп құлады. Айналасына қарады, бірақ ешкім жоқ. Фонарын қайта жағып алға қарай жылжыды. Бірақ сол сәтте жер астынан әлдекімнің жылаған дауысы естілді. «Мен мұнда жалғыз қалдым, неге келдің?» деген сыбыр құлағына анық жетті. Айдос орнынан тұра алмай, жүрегі атқақтап, тынысы тарылып, жан-жағына алақтап қарай берді. Сол кезде алдындағы бейіттің тасынан ақырын қозғалыс байқалды. Ол көзін уқалап қайта қарады. Бейіт тасынан ақ шұбатылған бірдеңе көтеріліп келе жатты. «Бұл сен емес пе?» деді әлгі дауыс енді анық естіліп. Айдос бар даусымен айқайлап орнынан атып тұрды да ауылға қарай жүгірді. Бірақ бейіттің ішінен шыққан күлкі оның артынан қуып келе жатқандай болды. Ауылға жеткенде ол есігі ашық тұрған үйіне жүгіріп кіріп демін әрең басты. Достары оның жүзіне қарап, сұп-сұр болып кеткенін көріп, ештеңе сұрамады. Содан бері Айдос бейіт жаққа жоламақ түгілі, қараңғы түсе сыртқа шығуға да батылы бармайтын. Бірақ әлгі дауыстар оның түсінен кетпей, түн сайын мазалай берді. Айдос сол түннен кейін мазасыздықтың құшағында қалды. Түн сайын түсінде бейіттен шыққан жылаған дауыспен әлгі «бұл сен емес пе» деген үрейлі сөздер қайталанып тұратын. Ол күндіз өзін қалыпты ұстап жүргенімен, түн жақындаған сайын жүрегі біртүрлі сыздай бастайтын. Бір күні көрші ауылдан келген үлкен молдаға Айдос болған жайтты айтуға шешім қабылдады. Әкесінен рұқсат сұрап, молданы үйге шақырды. Ол ер адамның айтқанын мұқият тыңдап, ұзақ ойланды. «Балам, бұл жай ғана елес емес. Сен әлдебір мазасыз рухтың орнын бұзғансың. Оның жалғыз қалғаны жанына батса керек. Оған дұға оқып, тыныштық тілеп бейітке барып кешірім сұрауың керек», деді молда. Айдос бастапқыда бұл ұсыныстан шошып кетті. Бірақ күн өткен сайын әлгі дауыс күшейе түсті. Ол бұл жолы өзімен бірге молданы ертіп бейітке баруға бел буды. Түннің бір уағында екеуі бейітке жақындады. Айдостың жүрегі дүрсілдеп, қолдары дірілдеп, әрбір сыбдырды естіген сайын шошып тұрды. Молда дұға оқып, бейіттің ішіне кірді. Сол сәтте тағы да әлгі дауыс пайда болды. «Кет! Бұл жерден кет!» Дауыстың салқын ызғары екеуінің де жанын түршіктірді. Молда дұғасын күшейтіп, жерге шырақ жағып қойды. Бірақ кенет жел күшейіп, әлгі шырақ сөнді. Айдос қорқынышын жеңіп дірілдеген дауыспен: «Кешіріңдер мені. Мен сендердің тыныштығыңды бұзғым келмеген», деді. Сол сәтте бейіттің ортасынан әлдебір қара көлеңке көтерілді. Бұл жолы ол анық сөйлеп: «Жанымды жалғыз қалдырмаңдар, мен мұнда әлі жатырмын», деп сыбырлады. Айдос сұп-сұр болып молдаға қарай жүгірді. Молда дұғасын тоқтатпай, шырағын қайта жағып, бейіттің айналасын аунатып оқып шықты. Көлеңке ақырындап жоғалып, дауыс бәсеңдеп, бейіттің ішін тағы да тыныштық басты. «Енді алаңдама, балам», деді молда ауыр күрсініп. «Сен рухтың мазасын қайтардың. Бірақ есіңде болсын, мұндай жерлерді құрметтеп, тыныштығын бұзбау керек». Айдос үйіне қайтқанда бойынан ауыр жүк түскендей болды. Бірақ ол өмір бойы бейіт жаққа беттемеуге ант берді. Алайда кей түндері бейіт жақтан баяу шыққан әлгі дауысты естіп қалатын.